сарымсақтың кішкентай ғана бөлігімен емделіңіз. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видео басталмай тұрып лайк басып, әдеттегідей комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сарымсақтың адам денсаулығына пайдасы өте көп. Бұл керемет көкөніс түрі көптеген антибактериалдық аурудың алдын алады. Сонымен қатар түрлі тұмау ауруына, атеросклероз бен бүйрек ауруларына қарсы көмектеседі. Барлық әлемнің оқымыстысы бұл көкөністің жүрек қан тамыр жүйелеріне әсері мол екенін айтады. Сарымсақты тұтыну арқылы қан тамырларыңызды қалыпқа келтіре аласыз. Сарымсақпен ағзаңызды да ретке келтіруге болады. Қытай медицинасы ағзаны ретке келтіру үшін сарымсақты пайдаланады. Ол үшін сарымсақтың сыртын ашып, оның бір кішкентай бөлігін ауызға саласыз. Бұл әдісті сіз де әр таң сайын шамамен 30 минуттай жасасаңыз болады. Көп ұзамай нәтижесіне көзіңізді жеткізесіз. Құрамында пайдалы элементтер бар сілекей сіздің қаныңызға барып, лимфа мен тамырларыңызды тазалайды. Сонымен бірге ауыз қуысыңыз бен қызыл егіңізді қатайтады. Тісіңіздің қанауына жол бермейді. Бұл тәсілді істеп болғаннан кейін міндетті түрде сарымсақты түкіріп тастап, аузыңыздан жағымсыз иіс шықпау үшін тісіңізді тазалап, шайғаныңыз дұрыс болады. Ал егер қарапайым тіс пастасы көмектеспесе, онда кофе түйіршіктерін немесе ақжелкен жапырағын шайнап көріңіз. Неге бұл әдісті қолдану керек десеңіз, себебі сарымсақ тәбетіңізді ашады, қаныңызды тазартады, сізді тұмау індетінен және басқа да түрлі аурулардан қорғайды, бронхтың қабынуынан сақтайды, бүйрек аурулары мен қуық қалбыршағы кезінде көмектеседі. Күніне неше жұмыртқа жеуге болады? Жұмыртқа жануар ақуызы мен дәрумендерге бай пайдалы өнім. Ол толыққанды таңғы ас дайындауға, жаттығудан кейін жеуге және диеталық өнім ретінде қолдануға келеді. Ол жеңіл сіңетін ақуыздың, майда еритін дәрумендердің және омега-3 майлы қышқылдарының нағыз көзі. Жұмыртқада А, Д, Е және К, Б тобының дәрумендері, темір, мыс және мырыш бар. Бірақ оны күнде жеуге бола ма? Жұмыртқа иммунитетті көтереді, артериялық қысымды қалыпқа келтіреді, жүйке жүйесін қорғайды және артық салмақпен күресуге көмектеседі. Ол ағза жасушаларының құрылысына қажетті протеиннің қолжетімді көзі. Жұмыртқа құнарлы және калориясы көп емес. Сондай-ақ, жұмыртқада мидың жақсы жұмыс істеуіне қажетті лецитин бар. Бірақ көпшілікті жұмыртқадағы жануар холестерині қорқытады. Алайда көптеген зерттеулер қандағы холестерин шоғырына жұмыртқаның сарысы аса әсер етпейтінін дәлелдеді. Жұмыртқада қандағы жақсы холестеринді арттыратын фосфолипидтер көп. Зиянды тағамды холестерин қайта өңделген өнімдерде болады. Шұжықтар, етті деликатестер, кондитерлік өнімдер, тәтті пісірмелер, дайын құрғақ таңғастар, қытырлақ картоп. Егер қан анализіңіз холестериннің жоғары екенін көрсетсе, жұмыртқаны аптасына 2-3 рет жеңіз. Ал сау адам үшін күніне 1-2 жұмыртқа жеу қалыпты саналады. Суға қайнаған жұмыртқаны жеген пайдалы. Сол кезде оның пайдалы заттары 90%-ға дейін сақталады. Егер суға піскен жұмыртқаны жақсы көрмесеңіз, пашот түрінде немесе оны көкөністермен қуырып жеңіз. Кей адамдар жұмыртқаны шикілей де ішеді. Алайда шикі жұмыртқа сальмонелла ауруын жұқтырып алуы мүмкін. Бұлшық ет массасын арттырғысы келетіндер және спортшылар жұмыртқаны күніне 3-4 немесе одан да көп жеуі мүмкін. Бұндай кезде оның сарысын азайтып немесе мүлдем алып тастап, ағын жеу ұсынылады. Кейде мысалы омлет дайындағанда 3 жұмыртқаның ағы мен 1 сарысын қолдануға болады. Денсаулығыңыз мықты болсын.